Пайғамбарымыз саллаллаху біздерге айтады: «Инналлаха катабал ихсана аля кулли шейин». Сөзсіз Аллах тағала ихсан да күллі амалға парыз қылып қойды дейді сендерге. Мұхсин болу үшін парыз ол. Қой бауыздағанда да Аллаға ұнайтындай, пайғамбарымыз пышағын қайран өткір болсын, малды бірден демалдандырып жіберетін. Сондай нәрселер, әрбір нәрсенің қай амалды істесең де әдемілеп істеу. Біреудің кірпішін қаласаң да Алла үшін қалайсың ол кірпішті. Түсінесіз бе? Алла үшін қалайсың, досыңның, көршіңнің кірпішін қалап жатсың мысалы бір. Пайдет қой бұған деген болмайды ол. Болмайды ол. Өйткені сен қай нәрсені істесең де сен Алла үшін істеу керексің оны. Жаңағы кірпішті ихсанмен қалап жатсаң, Раббым жақсылап істе деген деп, жаңағы кірпішті сөйлет, кірпішті қалауға кеткен 3 сағатыңыз ба, 4 сағатыңыз ба, жаңағы амалыңыз құлшылық болып жазылады сізге.